Оқуға деген қызығушылық кітап арқылы қоршаған әлемді тану балаларда мектеп қабырғасынан қалыптастыру керек. Кітапхана осы қызығушылықтың орталығы, кітаптардың қызықты әлеміне жетелейтін орын болу керек деген еді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Кітап мұхитында бағыт табуға, әлемдік әдебиет сайтында бағдар іздеуге кім үйретіп, кім қол ұшын береді? Сөз жоқ кітапхана. Өйткені тек кітапхана әрбір қоғамның мәдениетінің белгісі және әрбір өркениет түрінің көрсеткіші мен өмірінің бір көршісі. Оқуға құштар мектеп жобасы. Мақсат айқын, жол жарқын. Мемлекет президенті ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде берген тапсырмасына орай Білім ғылым министрлігі оқуға құштар мектеп жобасын бекіткен болатын. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында көркем әдебиеттердің тізімі 4 бағыт бойынша жүзеге аспақ. Яғни олардың қатарына еліміздің үздік классиктерінің кітаптары, ана тіліне аударылған шетелдік әлем әдебиетінің жауһарлары, сонымен бірге қазіргі заманғы ақын жазушылардың кітаптары енетін болды. Білім берудегі кітап оқуға үйрену мәселелері әрдайым маңызды болғанымен, оқу сауаттылығын дамыту тапсырмасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге асыратын заманауи мектептер үшін жаңа сала болып табылады. Оқу сауаттылығы қазіргі қоғамдағы өмірге дайындық үшін ең маңызды көрсеткіштердің бірі ретінде қарастырылады. Оқу мәдениеті оқушылардың нақты және жаратылыстану ғылымдарын еңбекке үйрету, сондай-ақ пәндерді табысты оқып білу үшін міндетті ме? Жауабы анық, әрине иә. Оқу мәдениеті өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру факторы деген түйін сөз бекер айтылмаса керек. Оқуды дамытуда әдістемелік әдістерді жүйелі және мақсатты түрде қолданған жағдайда ғана оқытудың дербес оқуын қалыптастыруға үлес қосады. Сондықтан да бүгінгі таңда оқушылардың кітап оқу құзыреттілігін қалыптастыру өте маңызды міндет болып табылады. Әлемдік буккроссинг жобасы біздің мектепте де үздіксіз жұмыс жасауда. Буккроссинг қазақша аударғанда кітап сыйлау немесе кітаптың айналасында жүру деген мағынаны білдіреді. Мақсаты кітап оқуды дәріптеу, кітап оқуға тарту. Біз өз кітаптарымызды оқырман оқу үшін оларды сөрелерге қалдырамыз. Әрбір адам кітапты алып, орнына басқа кітап қалдыруға болады. Оның мәні кітаптардың сөрелерде шаң басып жатпауы. Басқаша айтқанда, бұл жанды кітапхана болып табылады. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі таңда барлық адамзаттың алдында тұрған басты мақсаттарының бірі сауатты, білімді ұрпақ тәрбиелеу. Олай болса, біздің барлық іс-әрекеттеріміз осы бағытта болуы керек. Онда ұрпақ білімді қайдан алады? Әрине, кітаптан. Кітап білім кені деп айтуымыздың мәні де осында. Өйткені тәрбие мен білім егіз ұғым десек, тәрбие мен білімнің негізгі жолы кітапханадан табылады. Ендеше бүгінгі кітап білім кені атты сайысымызға қош келдіңіздер. Сайыс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең сөз тапқанға деп аталады. Алдарыңызда берілген С және Д әріптері арқылы жауап бересіздер. 7 саны қасиетті болғандықтан 7 сұрақ қойылады. Екінші кезең ойлан тап деп аталады. Бұл кезеңде сөз жұмбақ шешеміз. Осы кезеңде оқушылардың кімнің ойының ұшқыр екені, кім кітапты көп оққанын анықтайтын боламыз. Үшінші кезең сен білесің бе деп аталады. Бұл кезеңде қойылған сұрақтарға жылдам жауап береміз. Ендеше бірінші кезеңімізді бастайық. Сөз тапқанға қолқа жоқ деп аталады. Қазір С әрпінен басталатын топқа сұрақтар қоямын. Бірінші сұрақ: қандай кітап оқыған ұнайды? Маған көбінесе интернет желісіндегі кітаптарды оқыған ұнайды. Олардың ішінде фантастика жанрында әдеби шығармаларды оқығанды жақсы көремін. Әрі әңгіме, кітап ұзағырақ болса, қызығырақ болады деген ойдамын. Жақсы, рахмет Аяна. Екінші сұрақ: кітапты қалай ұстайсың? Мен көбінесе кітапқа ұқыптылықпен қарағанды жақсы көремін. Оның үстіне мектептен берілген кітап болатын болса, оны кейін басқа сыныптарда іні сіңлілерімізде ұстайды, сондықтан да оған жоғары деңгейде күтім көрсетемін. Рахмет бірінші топ. Ал енді екінші топқа Д әрпінен басталатын сұрақтарды қояйын. Бірінші сұрақ: сабақ оқуға кім көмектеседі? Мен сабақты өзім оқимын. Түсінбеген жағдайда мұғалімдерден көмек сұраймын. Рахмет Іңкәр. Келесі сұрақ: кітапты не үшін оқисың?
Мен кітапты өзімді және өзімнің ой өрісімді, сонымен қатар өзімнің сөздік қорымды дамыту үшін оқимын. Ендеше екінші кезеңімізді бастайық. Ойлан тап кезеңі, сөз жұмбақ шешеміз. Бірінші сұрақ, балалар, сөз жұмбақтың: алтын сандық ашылды, ішінен күміс шашылды. Екінші сұрақ: аппақ ас, мұзы бар, балалар қызығар. Үшінші кезеңімізді бастаймыз. Сен білесің бе қойылған сұрақтарға тез жауап береміз. Бірінші сұрақ: адам ең алғаш қолға үйреткен жануар. Адам ең алғаш қолға үйреткен жануар ол ит. Ит шамамен 20 жыл өмір сүрген. Келесі сұрақ: шөл кемесі деп қандай жануарды айтады? Ежелден бері шөл кемесі деп аталатын жануар түйе болып саналады. Ол шамамен 40 күндей су ішпей өмір сүре алады. Кітап шебер ұстаз, ол тілсіз мұғалім, ол адамзаттың ұстазы. Оқыт алмай түй санаңа жасұлан, сұр қиямын, жүр қиямын санаңа. Білім қару, білім керек адамға, ал білімді мен қиямын санаңа деп бүгінгі сайысымызды аяқтаймыз. Армысыздар ұстаздар. Абай мен Кемел білімге атты зияткерлік сайыс флешбук жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сайысымыздың мақсаты Ұлы Абайдың өмірі мен шығармашылық тұрғыдағы жас ұстаздардың бойына түсінік қалыптастыра отырып, Абайдың өлеңдері, поэмалары, қара сөздері, аудармалары туралы білім деңгейлерін анықтау. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына із қалдырған, деп төрелігін өз айтып кеткен Абай күні бүгінге дейін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге жасап келеді. Ұлы атамыздың бізбен бірге еншісі қалдырған аманаты асыл сөздері. Осы асыл сөздерін оқып, одан өнеге алу әр қайсымыздың парызымыз. Сондықтан да бүгінгі сайысымыздың Абай шығармашылығынан қазақ халқының салт дәстүрі, әдет ғұрпы, ауыз әдебиеті салаларынан алған білімдерімізді ортаға саламыз. Олай болса, Абайды білесіз бе атты шамшырағы қазақтың Ұлы Абай зияткерлік сайысымызға, яғни флешбук жобасын бастаймыз. Флешбук жобасы бойынша жас ұстаздарымызға 2 апта бұрын тапсырмалар берілген. Флешбук жобасының үйге берілген тапсырмасымен таныстырып өтейік. Бірінші тапсырма: президенттің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан, Абайдың қара сөздері мен өлеңдері, Абайдың музыкалық туындылары туралы слайд қорғау. 1 минут 3 минут беріледі. Екінші тапсырма: Абайдың шығармашылығына байланысты өлең сөздің патшасы атты тақырыпта қатысушыларға сұрақ қойылады. Поэмадан 3, өлеңнен 3, қара сөз 3, аудармасынан 3 сұрақтан қойылады. Үшінші тапсырма: Абай өлеңдерінен топтар өзара жатқа оқудан жарысады. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулық, талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады бізден керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарместі жақсы демек. Ақыл да, ашу да жоқ, күлкі де жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Үшеуінің күні жоқ біреуінсіз, ғылым сол, үшеуінің жөнін білмек. Бірінші ғасырдағы Қазақстан, жалпы біздің постер қорғауымыз. Ең бірінші біз Абайдың өмірбаяны жайлы жалпы айтып өтпекпіз. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Семейдегі Қарқаралыдағы Шыңғыстау тауы деген жерде дүниеге келген болатын. Үлкен бір би болыстың отбасында келген 4 ұлдың біреусі еді. Абай Құнанбаев алғыр болып, ерте кезден алғыр болып өскен. Сонымен қатар әжесінің қолында, зеренің қолында тәрбие көп алған. Және де айтып өтетін дүние, Абай Құнанбайұлы орта жүздің арғын тайпасының жаңағы тобықты руынан шыққан қазақ ұлдарының бірі деп айтып кетсе болады. Жақында президентіміздің Абай және 21 ғасырда Қазақстан атты мақаласы жарық көрген болатын. Осы мақаладағы 10 өзекті ойға тоқтала кетсем.
Бірінші, Абай жырларын оқу челленджі жаңаша жанданады деп сенемін деп айтқан болатын. Екінші, ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда деп мақалада өз ойын тұжырымдаған болатын президентіміз. Үшінші, интеллектуалды ұлт қалыптастыру идеясы Абайдан бастау алу. Сегізінші, әр шаңырақта Абайдың кітабы мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы тұру керек. Әр қазақтың үйінің төрінде домбыра асылып тұрғаны, ілініп тұрғаны секілді, әр шаңырақта осы кітаптар болу керек. Тоғызыншы, 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Оныншы, Абай арманы, халық арманы деп өз мақаласында айтып кеткен болатын. Және де осы мақаладағы қанатты сөздер деп біз Абай елдік мұраттың айнымас қазығы деген қанатты сөзді алып отырмыз. Және біз елді, ұлтты абайша сүюді үйренуіміз керек. Екінші тапсырма бойынша сұрақ жауап. Бірінші сұрағымыз: Абайдың тұңғыш жазған өлеңін ата. Абайдың алғашқы шығарған өлеңі «Кім екен деп келіп ем, түйе қуған». Ендігі сұрақты Абайдың поэмаларынан қояйық. «Мың бір түн желісімен» жазылған Абайдың поэмасын ата. Абайдың «Мың бір түн ертегісінің желісімен» жазылған поэмасы Әзімнің әңгімесі. Үшінші тапсырма Абайдың қара сөздерінен сұрақ. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, кімге жүгінді? Және де бұл нешінші қара сөзі? Қайрат, ақыл мен жүрек ғылымға келіп жүгінеді. Бұл 17-ші қара сөзі болып табылады. Төртінші тапсырма аудармалары. Абай аудармалары негізінде екі түрлі деуге болады. Біріншісі дәл аударма, екіншісі ерітінді аударма. Ендігі сұрақ: Абай орыстың қай жазушыларының шығармаларынан аударды? Абай Құнанбаев, Крылов, Пушкин, Лермонтовтың шығармаларынан аударған. Желсіз күнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрінбес. Үйшік деген ертегіні оқыдым. Одан ұйымшыл болуды түсіндім. Мен кітапты көп оқу арқылы тез оқуды үйреніп алдым. Мен жер және ғарыш деген кітапты оқыдым. Достарым, қараңдаршы, бұл жерде өте қызықты мәліметтер бар екен. Марс күнді 687 жерлік тәулікте айналып шығады. Марстың оңтүстік полюсінде де солтүстік полюсінде мұз қалпақтары бар.